Қайырлы күн балалар, бүгін сендермен 3-ші сынып 38-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы қорытындылау. Бірінші тапсырма. Жақсылықтың жамандықты жеңетіні туралы музыкалық және көркем шығармалар бар ма? Өрнектердің мәнін өсу ретімен орналастыр, мақалды оқы. Енді бұл жерде мен барлық бөлгіштер, яғни бөлгіштер мен көбейткіштерді көбейтіп шықтым. Бізге айтып тұр, өрнектердің мәнін өсу ретімен орналастыр, яғни өсу ретімен ең кішкентайынан бастап үлкеніне дейін жазып шығуымыз керек. Бізде ең кішкентайы 3 саны, 3, одан кейін 4, 9, 45, 48, 56, 63, 64, 72, 81. Енді осы сөздер арқылы біз мақал құрастыруымыз керек. 3 сөз, яғни 3 деп отқанымыз 27 бөлінген 9-ға тең. Ол деп отқанымыз аз. Аз сөзі. Одан кейінгі сан бізде 4 саны, яғни 4 ол 36 бөлінген 9-ға тең, яғни жақсылық. Одан кейінгі сан бізде 4 саны, ол 36 бөлінген 9-ға тең, яғни ол жақсылық сөзі. Аз, жақсылық. Одан кейін бізде 4-тен кейін 9 саны, ол 81 бөлінген 9, яғни ақылды. Аз, жақсылық, ақылды. Ақылды. Одан кейін 45 деп отқанымыз 6 көбейту 9. Етеді. 48 деп отқанымыз 6 көбейту 8. Тең. Одан кейін 56 саны, 56 деп отқанымыз 7 көбейту 8. 7 көп. Көп. Одан кейін 63 саны, 63. 7 көбейту 9, жақсылық. 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 64 саны, 8 көбейту 8-ге тең. Ақылды. Ақылды. Одан кейін 72. 72 деп отқанымыз, ол 8 көбейту 9, кең. Одан кейін 81 деп отқанымыз 9 көбейту 9, етеді. Енді мақалды оқитын болсақ, аз жақсылық ақылды етеді тең, көп жақсылық етеді кең етеді. Келесі тапсырма есепте, А нұсқасында есепте. Бұл жерде енді бірінші болып біз көбейту амалы, одан кейін қосу амалы. 8-ді 8-ге көбейтетін болсақ 64, оған 360 қосатын болсақ 421-ге тең. Келесі бірінші көбейту амалы, одан кейін қосу амалы. 8-ді 9-ға көбейтсек 72, оған 280-ді қоссақ 352-ге тең. Келесі бірінші көбейту амалы, одан кейін азайту амалы. 8-ді 6-ға көбейтетін болсақ 48, 250-ден 48 азайтсақ 202-ге тең. Келесі бірінші бөлу амалы, одан кейін көбейту амалы, одан кейін тағы бөлу амалы орындалады. Ал 16-ны 2-ге бөлетін болсақ 8, оған 3-ті көбейтеміз, оны 6-ға бөлеміз. 8-ді 3-ге көбейтсек 24, оны 6-ға бөлетін болсақ 4-ке тең болады. Келесі бірінші бөлу амалы, одан кейін көбейту, одан кейін бөлу амалы болады. 24-ті 8-ге бөлсек 3-ке тең, көбейту 4, бөлу 6. 4-ті 3-ге көбейтетін болсақ 12, оны 6-ға бөлсек 2-ге тең болады. Келесі бірінші көбейту амалы, одан кейін азайту, одан кейін қосу амалы орындалады. Бірінші 60-ты жазып аламыз. 8-ді 4-ке көбейтсек 32, оған 200-ді қосамыз. 60-тан 32-ні азайтсақ 28, оған 200-ді қосатын болсақ 228-ге тең болады. Келесі бірінші көбейту, одан кейін азайту, одан кейін қосу амалы орындалады. 8-ді 6-ға көбейтсек 56, одан 28 азайтсақ 28, 28-ге 430-ды қоссақ 456-ға тең болады. Келесінде 120 қосу 8, көбейту 5, азайту 67. Бұл жерде бірінші көбейту амалы, одан кейін қосу амалы, одан кейін азайту амалы орындалады. 120 қосу, 8-ді 5-ге көбейтсек 40, одан 60-ты азайтамыз. 120-ға 60-ты қосатын болсақ 160, одан 60-ты азайтатын болсақ 100-ге тең болады. Келесі бірінші бөлу амалы, одан кейін қосу амалы орындалады. 72-ні 8-ге бөлсек 9, оған 250-ді қоссақ 259-ға тең болады. Келесі бірінші бөлу, одан кейін азайту, одан кейін қосу амалы орындалады. 64-ті 8-ге бөлсек 8, азайту 8, қосу 902. 8-ден 8 азайтсақ 0-ге тең болып, 902-нің өзі қалады.
Келесі бірінші бөлу, одан кейін қосу, одан кейін азайту амалы орындалады. 48-ді 8-ге бөлсек 6-ға тең болады. 48-ге 6-ны қоссақ 54, одан 32-ні азайтсақ 22-ге тең болады. Келесі бірінші бөлу, одан кейін азайту, одан кейін қосу амалы орындалады. 56-ны 8-ге бөлетін болсақ 7-ге тең болады. 100-ден 7-ні азайтсақ 93-ге тең. 93-ге 231-ді қоссақ 324-ге тең болады. Келесі А нұсқасында бірінші азайғыш, одан кейін азайтқыш, одан кейін айырманың мәні берілген. Бірінші бұл жерде бөлу амалы, одан кейін азайту амалы орындалады. Бірінші 99-ды жазып аламыз. 72-ні 8-ге бөлетін болсақ 9-ға тең. 99-дан 9 азайтсақ 90-ға тең. Яғни бірінші жауап 90-ға тең болады. Келесі бірінші көбейту, одан кейін азайту амалы. 88-ді жазып аламыз. 9-ды 8-ге көбейтсек 72, 88-ден 72-ні азайтсақ 16-ға тең болады. Келесі бірінші бөлу, одан кейін азайту амалы орындалады. 77-ні жазып аламыз. Азайту 63-ді 9-ға бөлетін болсақ 7-ге тең. 77-ден 7-ні азайтсақ 70-ге тең. Яғни жауабы 70 деп жазамыз. Келесі бірінші көбейту, одан кейін азайту. 66 азайту 9-ды 7-ге көбейтетін болсақ 63. 66-дан 3-ті азайтсақ 3-ге тең болады. Келесі бірінші көбейту, одан кейін азайту амалы. 55 азайту 6-ны 5-ге көбейтетін болсақ 30-ға тең. 55-тен 30-ды азайтатын болсақ 25-ге тең болады. Кестеге барлық жауаптарды жазып шығамыз. Келесі есепті шығар. А нұсқасын қарайтын болсақ, ауданы 21 метр квадрат жұқа тақтайдан бірдей жемсауыт жасалды. 24 метр квадрат жұқа тақтайдан қанша жемсауыт жасауға болады? Яғни бізге берілген 21 метр квадраттан 7 жемсауыт жасалады, 24 метр квадраттан неше жемсауыт жасалады деп тұр. Енді біз алдымен 21 метр квадраттан 7 жемсауыт, яғни 21-ді 7-ге бөлеміз, ол 3-ге тең. Енді 24-ті 3-ге бөлетін болсақ 8-ге тең. Сонда жауабы 24 метр квадрат. Жауабы 24 метр квадраттан 8 жемсауыт жасауға болады. Келесі А нұсқасында мектептегі әр оқушы 2 килограммнан қағаз қалдығын әкелу керек. Сыныпта 8 ұл және 9 қыз қағаз қалдығын әкелді. Олар неше килограмм қағаз қалдығын әкелді? Яғни бізде 8 ұл 9 қыз бар. Әрқайсысы 2 килограммнан алып келетін болса, барлығы қанша болады? Енді бірінші ұлдар неше килограмм алып келгенін табатын болсақ, 8-ді 2-ге көбейтетін болсақ, ұлдар 16 килограмм алып келген. Ал қыздар 9 болса, олар 12-ге көбейтетін болсақ, олар қыздар 18 килограмм алып келген. Енді барлығын табатын болсақ, 16-ны 8-ге қосатын болсақ, 34. Сонда жауабы 34 килограмм барлығы алып келінген. Келесі есепті, яғни есептің орындалу амалдарын табуымыз керек. Яғни бұл жерде бірінші көбейту, одан кейін көбейту, одан кейін бөлу, одан кейін азайту, 4-5 болып қосу амалы орындалады. Сонда оның мәні 74-ге тең болады. Келесі бірінші бөлу, екінші бөлу, одан кейін үшінші қосу, 4-ші азайту амалы орындалады. Мәні 772-ге тең болады. Келесі бірінші бөлу, екінші бөлу, үшінші көбейту, 4-ші қосу амалы орындалады. Сонда мәні 46-ға тең болады. Келесі бірінші көбейту, одан кейін бөлу, үшінші көбейту, 4-ші қосу амалы орындалады. Сонда мәні 75-ге тең болады. Келесі тапсырма немерелері апасына бақша өнімдерін жинауға көмектесті. Осы әрекетті қайырымдылық деп түсінуге бола ма? Неге? Кесте бойынша есептер құрастырып оларды шығар деп тұр. Бірінші кестеге қарайтын болсақ, бір жәшіктің массасы бірдей деп тұр. Олардың саны 9 және 4, жалпы массасы біріншісінікі берілген 81, екіншісінікін табуымыз керек. Енді біз алдымен бір жәшіктің массасы екеуінде де бірдей, соны тауып алуымыз керек. Жәшіктің массасы формуласы жалпы массаны бөлеміз санына, сонда жалпы масса бізде 81, саны 9. Оны бөлетін болсақ 9-ға тең. Яғни бізде жәшіктің массасы 9 килограммға тең. Енді жалпы массаны табу үшін массаны көбейтеміз саны, яғни бізде саны 4-ге тең, масса 9-ға тең. Сонда жауабы 36 килограмм болады. Екіншісіне қарайтын болсақ, екіншісінде
бізге берілген бір жәшіктің массасы екіншісінікі белгісіз, сандары бірдей деп тұр. Жалпы массалар 8, 54-ке тең. Енді біз ең алдымен санын тауып алуымыз керек. Санын табу үшін жалпы массасын массасыға бөлеміз. Сонда 48-ді 8-ге бөлсек 6 дана болып тұр. 6 дана екеуінде де. Енді бір жәшіктің массасын табу үшін жәшіктің массасын бөлеміз. Жалпы массасын бөлеміз санына. Жалпы массасы бізде 54, оны 6-ға бөлетін болсақ 9 килограмм болады. Енді үшінші кестеде бізге берілген бір жәшіктің массасы екеуінде берілген, саны біріншісінікі берілген, екіншісінікі белгісіз, жалпы массасы бірдей деп тұр. Біз ең алдымен жалпы массасын тауып аламыз. Оның формасы масса көбейту саны. 4-ті 9-ға бөлсек 36 килограмм болып тұр жалпы массасы. Енді санын табу үшін жалпы массасын бөлеміз массасына. Ол 6 данаға тең екен. Келесі тапсырма. Берілген сызбаны пайдаланып құрылымы мынадай өрнектер құрастыр, яғни 2 көбейтіндінің қосындысы, екіншісі 2 көбейтіндінің айырмасын жазамыз. Бірінші 9 көбейту 7, 9 көбейту 4, яғни 9-ды 7-ге көбейтетін болсақ 63-ке тең. 9-ды 4-ке көбейтетін болсақ 36-ға тең. Екеуін қосатын болсақ 99-ға тең болады. Келесі 8-ді 8-ге көбейтсек 64-ке тең болады. 9-ды 3-ке көбейтсек 27-ге тең болады. Екеуін қосатын болсақ 91-ге тең болады. Келесі 9-ды 3-ке көбейтетін болсақ 27, 9-ды 8-ге көбейтсек 72-ге тең болады. Екеуін қосатын болсақ 99-ға тең болады. Келесі енді айырмалары. 9-ды 7-ге көбейтетін болсақ 63-ке тең, 9-ды 4-ке көбейтсек 36, 63-тен 36-ны алатын болсақ 27-ге тең болады. Келесі 9-ды 8-ге көбейтсек 72, 9-ды 3-ке көбейтсек 27, екеуін азайтатын болсақ 45-ке тең болады. Келесі 9-ды 3-ке көбейтсек 27, 3-ді 3-ке көбейтсек 9, 27-тен 9 азайтатын болсақ 18-ге тең болады. Келесі тапсырма теңдеуді шеш деп тұр. Бірінші теңдеу 64 бөлу x тең 85 азайту 77. Біз ең алдымен 64 бөлу x деп жазып аламыз. 85-тен 77-ні азайтатын болсақ 8-ге тең болады. Енді x тең 64-ті бөлеміз 8-ге. 64-ті 8-ге бөлетін болсақ 8. Енді x орнына 8-ді алып барып қоямыз. 64 x орнына 8-ді қоямыз. 85 азайту 77-ге тең болады. 64-ті 8-ге бөлсек 8, 85-тен 7-ні азайтатын болсақ 8. Сонда жауабы x тең 8-ге тең болып тұр. Дұрыс екен. Енді келесі 35 қосу x деп жазамыз. 9-ды 9-ға көбейтетін болсақ 81-ге тең. X тең 81-ден азайтамыз 35-ті. Сонда x тең бізге 46-ға тең. Енді 46-ны мына жерде x-ің орнына алып барып қоямыз. 35 қосу 46 тең 9 көбейту 9. 35-ке 46-ны қосатын болсақ 81-ге тең. 9-ды 9-ға көбейтсек 81-ге тең болады. Сонда x тең 46-ға тең болып тұр. Келесі a көбейту 8 тең 32-ні 32-ге қоссақ 64. a тең 64-ті бөлеміз 8-ге, сонда бізде a тең 8-ге тең болады. Енді a-ның орнына 8-ді апарып қоямыз. 8 көбейту 8 тең 32 қосу 32-ге тең. 8-ді 8-ге бөлсек 64 тең 64-ге тең болады. Сонда a-мыз 8-ге тең болып тұр. Келесі тапсырма, жақсылық пен жамандық туралы қандай ертегілер оқып, мультфильмдер көрдің? Жанама сұрақтармен берілген қысқаша жазылу бойынша есептер құрастыр деп тұр. Енді өзіміз сұрақ құрастыруымыз керек, яғни біз Алия 4 ертегі оқыды, ол сырым оқыған ертегіден 2 есе кем. Сырым неше ертегі оқыды деп алсақ болады. Сонда Алия 4 ертегі оқыды, сырымнан 2 есе кем болып тұр. Біз табуымыз керек сырымның неше ертегі оқыған. Яғни есе кем болғандықтан біз 4-ті 2-ге көбейтеміз, сонда 8-ге тең болады. Жауабы сырым 8 ертегі оқыды. Келесі А нұсқасында
Әлия 4 мультфильм көрді. Бұл сырым көрген мультфильмнен 2 есе артық. Сонда екеуі барлығы неше мультфильм көрді? Яғни бізде Әлия 4 мультфильм көрген, бірақ ол сырымға қарағанда 2 есе артық болып тұр. Ал сосын біз табуымыз керек сырымның неше мультфильм көргенін, одан кейін жалпы екеуі неше мультфильм көргенін табуымыз керек. Енді 2 есе артық болғандықтан мына жерде 4-ті 2-ге бөлеміз. Сонда сырым 2 мультфильм көрді. Ал барлығы болатын болса, Әлия 4 мультфильм көрсе, сырым 2 мультфильм көретін болса, барлығы 6 мультфильм көрілген. Барлығы 6. Келесі тапсырма. А нұсқасы сыныпты безендіру үшін қыздар 24 ою ойды, ал балалар 4 есе кем ою ойды. Олар бірге неше ою ойды депті. Яғни, балдар қыздарға қарағанда 4 есе кем ойған екен. Алдымен біз ұлдардікін табатын болсақ, 24-ті 4-ке бөлеміз, сонда 6 ою ойған олар ұлдар. Енді жалпы неше ойғанын табу үшін қыздар 24 ойса, ұлдар 6 ою ойса, жалпы барлығы болып 30 ою ойылған. Жауабы барлығы 30 ою ойды. Келесі А нұсқасында оқушылар хайуанаттар бағындағы жануарларға 9 килограммнан 5 қап шөп жинады. Оның 19 килограммын құландарға берді. Неше килограмм шөп қалды? Яғни 9 килограммнан 5 қап болса, берген 19 килограмм болса, нешеуі қалды деп тұр. Енді біз 9-ды 5-ке көбейтеміз, ол 45, яғни ол жалпы 45 болып тұр бізде килограмм, 45 килограмм болып тұр. Ал олардың 19 килограммын берді деп тұрсын. 45-тен 19 азайтатын болса, 26 килограмм. Сонымен жауабы 26 килограмм шөп қалды. Шөп қалды. Келесі есеп өрнектің мәнін есепте, яғни біз кестені толтыруымыз керек. Бірінші қосылғыш, екінші қосылғыш, одан кейін қосындының мәні. Енді бірінші 34 қосу 72 бөлінген 8, бірінші бөлу амалы, одан кейін қосу амалы орындалады. 39 жазылады, оған қосамыз 72-ні 8-ге бөлетін болсақ, 9-ға тең болады. 39-ды 9-ға қоссақ, 48, яғни кестеге 48 деп жазамыз. Келесі бірінші көбейту, одан кейін қосу амалы. 8 қосу 9-ды 8-ге көбейтсек, 72. 72-ні 8-ге қоссақ, жауабы 80-ге тең болады. Келесі бірінші бөлу, одан кейін қосу амалы орындалады. 77, 63-ті 9-ға бөлетін болсақ, ол 7-ге тең болады. 77-ге 7-ні қосатын болсақ, 84. Яғни жауабы 84. Келесі бірінші көбейту, одан кейін қосу амалы орындалады. 16 қосу 9-ды 7-ге көбейтсек, 63. 16-ға 63-ті қосатын болсақ, 79. Яғни 79 деп жазамыз кестеге. Келесі бірінші көбейту, одан кейін қосу амалы орындалады. 55-ке қосамыз, 6-ны 5-ке көбейтсек 30, 30-ға 55-ті қоссақ 85. Кестеге 85 деп жазамыз. Келесі есеп, дәптерге ауданның осындай басқаша фигуралар сал деп тұр. Яғни бұл жерде фигураның берілгенде фигураның тор көздерін санайтын болсақ, олар 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, яғни 5 түгел тор көз бар, ал жартылар 1, 2, 3, 4. Енді біз оны параққа дәптерге сызатын болсақ, яғни 5 түгел болу керек, мына 5-еуі түгел болу керек, қалған 4-еуі жарты. Сонда 1, 2, 3, 4, 5-еуі түгел болды. Енді жартыларын 1, 2, мына жерді жарты деп екеуін алатын болсақ, 3, 4. Сонда дәл осындай фигураның ауданы тең болатын суретті фигураны салдық. Дәл осындай
басқаша фигураны салсаңыздар болады. Сонымен бүгінгі 3-ші сынып 38-ші сабақ аяқталды. Видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.